Барлықтарыңызға сәлем. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Осындай форматта алғаш рет видео жазып тұрмын. Өзімнің бір тәжірибемен бөліскім келіп тұр, және біз дегенде мен қалай өз баламды қалай горшокқа үйреткенім жайлы айтқым келіп тұр. Мүмкін сізге пайдалы болып қалар, өйткені өзім де осындай ақпаратты YouTube'тан іздеген кезде қазақша таппағам, хотя іздедім, сондай видеоларды көргенімді қаладым. Мамочкаларға бір баласы бар, горшокқа үйреткісі келіп жүрген балалар, бір жастан асқан мамочкаларға бұл видео өте пайдалы болады. Өйткені мен сіздерді түсінемін, қалай сіздер қобалжып, балаларыңызды үйреткілеріңіз келіп, неге олай деген сияқты неше түрлі сұрақтарыңыз болады мида. Оның барлығынан өткенбіз. Тіпті даже бала ешқашан горшокқа үйренбейтін сияқты болып көрініп, сондай бір проблема сияқты көрінеді. Сол сіздерге арналады осы видео, сіздерді тыныштандыру үшін, және бір кішкене болса да бір пайдам тисін деп осындай видео түсіріп жатырмын, және просто бөліскім келеді. Менің қызым уже горшокқа үйренді. И горшокқа үйренгеннен кейін уже осындай дайындалып видео түсіріп жатырмын. Басынан бастап айта кетейін, қысқаша бізде қалай болды және қандай іс-әрекеттер көмектесті, және мен қателіктерім жайлы сіздермен қысқаша бөлісемін. Қазір менің қызым 2 жас 4 айда. 2 жас 2 айында горшокқа толықтай үйренді. Біз неден бастадық? Барлық адамдар сияқты 1 жасында біз горшок сатып алдық. Ол бірақ горшокты мүлдем түсінбеді, ол не зат екенін, ойнады, анда-мында лақтырды, в общем, мән берген жоқ. И нақты мен баланы горшокқа үйретем деген, как сказать, желание 1,5 жастан бастап ақырындап ойлана бастадым. Все, баланы үйрету керек, пора деген сияқты. Еще как обычно, басқа адамдар айтады, туыстарын айтады, там подушкалар немесе басқа подушкалар балаларының уже горшокқа үйреніп жүрген қарайсың да, ойлайсың, неге мен балам әлі үйренбейді деп, как будто бы бір недостаток сияқты көрініп тұрады, сол итермелейді. На самом деле сіздерге айтарым, ешкімді тыңдамау керек. Сізге қалай оңай, қалай ыңғайлы, соны ғана жасау керек. Сөйтіп балам 1,5 жасқа келді. Как раз жаз басталды, біз жаңа үйге көшіп келдік, горшокты шығардық. И сол кезеңде мен үлкен қателіктер жасадым, 2 үлкен қателік жасадым. Баламды горшокқа үйретуге тырыстым. Яғни жаз болғандықтан үйде бала жалаңаш жүретін еді, жалаңбұт жүргізетін, памперс кигізбейтінмін. Бұл бір қателік. Яғни баланы жалаңбұт жүргізу бұл үлкен қателік болды, потому что бала жерге сие салады да, өзі қай жерге сиген, неге сиген түсінбейді. Яғни ол мысалы жаңағы не дешеді, мокрый дейді ғой, мокрый болғанын, сиіп қойғанын түсінбейді. И бәрібір жүре бердім. Сосын мен ұрсатынмын, әрине, мен түсінем, көп мамочкалар жасырса да, на самом деле солай бала қайта-қайта жерге сие берсе, уже мамочкалардың нервілер шыдамайды, балаларына ұрсқысы кеп, сен неге түсінбейсің деп ұрсқысы кеп тұрады. Мен басымнан да өтті, менің подушкаларым да басынан өткен. И сондай да болды. И настолько мен балаға ұрсқандықтан, ол бала ғой, түсінеді, не үшін ұрсып жатқанын білмейді, бір жағынан, и қорқып қалатын болды. Кәдімде қорқыныш пайда болды. Қорыққаннан уже бұрыш-бұрышқа тығылып, жаңағы жұмыстарын жасайтын болды. Мен оны кейіннен бірақ түсіндім, что бұрыш-бұрышқа тығылып жүргені, оказывается, мен ұрсқанынан екен. Вот естен, егер сіздің балаңыз солай сөйтіп жүрсе, значит, сіз оны ұрсқаннан сізді қорқып қалған деген сөз. Сосын баланы мен горшокқа отырғызып қоятын. Ол отырғысы келмей, настолько горшок отырғысы келмей қорқып жылайтынды шығарды. Мүлдем отырғысы келген жоқ, не то что даже үйрену. И кәдімде қорқып қалды. Сосын мен интернеттен оқыдым. Оказывается, бала қорыққаса, онда горшокты көзден таса жерге алып тастау керек екен. И действительно сөйттім. 1 айға горшокты мүлдем тығып тастадым, кладовкаға тығып тастадым. И сөйтіп 1 айге горшокты алып тастадық. Сөйтіп где-то уже 1,8 айға келді. Мен воздың сол кезде изучать ете бастадым, горшок үйрету жайлы көп ақпарат оқыдым, зерттедім, қалай дұрыс деген сияқты. Сонда даже Всемирная организация здравоохранения тоже айтады, то, что бала 18 айдан бастап қана баланың миы соған дамып, миы түсіне бастайды. Содан кейін ғана үйрету. Оған дейін уақыт бесполезно, баланы үйретіп керек емес. То есть оған дейін реально мүлдем керек емес. Действительно, менде солай болды, көп адамдарда солай болды. Баланың миы өзі соған дайын болу керек. Соны оқып алғаннан кейін мен уже ақырындап қимылдай бастадым. Бірақ одан кейін балам уже ауырғанда енді білесіздер ғой, памперс кигізу керек, одан кейін күз басталды. Ойладым, біз неужели күзде қыста памперспен жүреміз, горшокқа үйретпеймін ба не деп, өйткені үй суық, жер суық, қалай болар екен деген сияқты сомнениемен жүрдім. И мен өзім
өзіме қалай ыңғайлы солай жүруге тырыстым негізі. Күні бойы болды ғой опыт, күні бойы жаңағы памперс жүргізіп, қаншама рет жер көктің бәрін жаңағы сиген бәрін сүртіп жүру маған мүлдем ыңғайлсыз. Одан да құрсыншы памперспен жүрсін дедім. 21 ғасырдың беріп тұрған бір мысалы плюсы, соны қолдандым да, қойшы деп солай жүрді бала 2 жасқа шейін солай памперспен жүрді. Потому что мен реально ойладым, мен тағы бала ұрсып, ол үшін ерімді құртқым келмейді. Қашан өзі түсінеді сол кезде деп. И сөйтіп бала 2-ге толды. 2-ге толғанда менде уже бір подготовка, бір дайындық бастадым. Ішімде уже психологически дайындала бастадым. То есть все, баланы енді горшокқа үйрету керек. Терпение надо набраться. Басында бала енді сиетін болады, артынан сүрту керек, жинау керек, но мен оған дайынмын, барлығына шыдаймын, все, окончательно үйретемін деген шешімге келдім. Баланың уже дайын. Шынымен де бала уже көп нәрсені біледі, мысалы түстерді біледі, уже ойнайды. Анау-мынау түсінетін бала горшокқа уже үйренуге дайын деп мен шештім. И еще емшектен де шығару процесін бастадым 2 жастан бастап. Сөйттім. Міне осы жерден бастап енді нақты қадамдар айтам, қандай қадамдар бізге көмектесті. 2 жасында мен алдымда горшокты, бізде горшок әрбір жерде тұрды. То есть бала мән бермейтін, иногда ойнайды, иногда отырады, соткамен отырып қоятынмын. Ол случайно болады, сиетін, бірақ ол неосознанно. Все, горшокқа отырамыз деген күннен бастап алдымда, мынау біздің зал, мысалы, мынау залдың и коридор. И коридордың дәл ортасына, яғни бүйтіп залда жүргенде прям көрінетіндей жерге горшокты сол бір жерге қойып қойдым. И ешқай жерге қозғалтпадым. То есть балаға мүлдем разрешать етпедім. Ешқай жерге алуға болмайды. Так, балам қозғалтпа, тиіспеп, осы жерде тұрсын. Горшокқа тиісу болмайды, осы жерде тұрады, ойнауға болмайды деп үйреттім. Басында алғысы келетін, жоқ, сразу орнына қойып қоямын, сөйтіп бір жерде ғана тұрсын деп үйретіп қойдым. Это в случае того, что бала өзі туалетке барғысы келіп тұрса, онда айтып, сол жерге барып, сол жерде горшок бар екенін білу үшін. Екіншіден, баланы памперсін толықтай шештім. Енді біз уже горшокқа үйретуім керек қой, а памперсті жүре берсе, ол жүре береді. Сөйтіп памперсін шештім, и уже осы жерде дұрыс нәрсе жасадым. Еще қыс болғандықтан мен қазір түсініп жатырмын, қыста енді баланы жалаң жүргізе алмайсың, уже суық. Сондықтан шалбарларын, трусиларын киіс қоятын. И солай жүретін, бұтына сиіп, әрбір жерге сиіп жүрді. Сөйтіп 3 күндей, бір среднем 3 күн, 4 күн солай жүрді, сиіп. Мұны жинап жүрдім, шыдамдық таныттым. Еще күйеуім кішкене қарсыласқан кездер болды. Яғни, баланы қинамаш, ол ұнатпайды да, тазалықты ұнатады. Памперсін кигізші деп, или кешке келеді да, памперсін кигіз қоятын едім. Жоқ, пожалуйста, не мешай, мен баланы горшокқа үйретіп жатырмын деп, күйеуіме келісіп алдым. Ол келісті, жарайды деп. Сөйтіп ақырындап, и горшокқа баланы мен өзім отырғызып отырдым. Примерно біз білеміз ғой, қай кезде бала мысалы оянғаннан кейін туалетке барғысы келеді, сондай уақыттарда примерно 8 келіп тұрған кезде горшокқа отырғызып қоямын, немесе сотка беріп қоямын, и отырып действительно сиетін болды. Сосын қараймын, каждый раз то есть мен бұрын горшокқа отырғызғанда симейтінім, мүлдем түсінбейтін, піштеу керек десем симейтін, ісін жасамайтын да, в общем. Бірақ отыр десе отырады, горшок қайда десе қайда екенін көрсетеді, сондай болатын. Но уже 2 жастан кейін мен отырғызған сайын горшокқа сию керек екенін түсінді. Бұл уже бірінші этап басталды. Бірақ ол шалбарын шешу, трусыйын шешуді білмейтін, әлі айтпайтын. Ал баланың горшокқа толыққанды үйренудің басты белгісі ол егер бала уже өзі горшокқа отырам деп айтса, өзі көрсетсе, сол уже все, егер бала көрсетсе, значит все уже победа. Бірақ олай көрсетпейтін. Бірақ мен каждый раз туалетке отырғызған сайын отыратын горшокқа. И где-то бір әр сағат сайын, әр 2 сағат сайын өзім отырғызып отырдым. Каждый раз сиіп отырды. И уже бұтына симейді, уже шалбарлар таза жүретін болды. Күні бойы жаңағы бір шалбармен тап-таза жүретін болды. Соның өзі мен үшін бір жеңіл нәрсе болды. Потому что жуа бермейсің, артынан аңдамайсың, спокойно жүре алатын болдым. Потому что мен түсіндім, бала уже түсініп келе жатыр, горшокқа отырады. Одан кейін екінші этап басталды. Бала бір жүргенде өз бетімен жүрді, и бірге туалетке горшокқа отырғысы кетті. Жүгіріп барып горшокқа отырды, шалбармен отыра салды. И жаңағы сиді. Мен сол кезде қатты қуандым. Значит, бала өзі шыдап үйренді. Горшокқа осознанно барды, отырды. Ну, пусть шалбарын әлі шешкен жоқ, но все равно отырды. Хоть шалбармен отырса да, мен қатты қуандым. И все, бала сөйтіп үйреніп кетті. Одан кейін шалбарын шешіп үйрету керек болды. Одан кейін біз түнге памперс кигізіп жүретінбіз, сыртқа да кигізетінбіз. И памперс кигізсем байқадым.
памперсті кигізсем мүлдем памперске симейтін болыпты, уже горшокқа үйреніп алған. Ал оның алдында 1-8 айында олай болмайды, наоборот, горшок, лишь бы горшокқа симеу, шыдап жүретін, жаңағы памперс кигізбегенше шыдап жүретін. Мен біліп тұрмын, бала сигісі келіп тұр ше, қатты, бірақ ұстайтын. И памперс кигіземіз, қалай уже памперс уже жып-жылы болып тұрады. Сондай болды. А қазір наоборот, уже горшокқа ғана сиеді, и памперске симейді. Памперсін шешем, уже таптаза. И түні бойы солай таңертең тұрады, памперс таптаза. Сөйтіп бала бір осындай бір этапқа жетті. Одан кейін екіншісі болды уже. Жүрміз үйде, қарасам, горшок случайно мен шай ватқан кезде туалетте қалдырып кеткен ғой, яғни өзінің мен қойған жерінде тұрған жоқ екен, а балам сигісі кетті срочно. И тура горшок тұратын жерге барып бүйтіп, деп бүйтіп қиналып білдіріп тұрды, шалбарын шешкісі келіп, шыдап тұр, ұстап тұр жаңағы горшокты. Мен горшокты бермегенше, мен горшокты бердім, шешіндірім отырғызым, все. Содан бері бала горшокқа үйренді, мен уже сразу түсіндім. И солай тез болды, ешқандай қиыншылығы болған жоқ. Буквально бір апта ғана кетті, бір аптаның ішінде үйренді. В общем, уже 2 аптада уже шалбарын шешіп, тек қана горшокқа отыруды толықтай үйренді, все, одан кейін басталды. Это получается, что баланың миы уже дайын болғанда горшокқа үйреткен өте оңай. Сондықтан мен айтар едім, енді мен көп балалы ана емеспін, конечно, кеңес айтатындай, но мен түсінгенім бойынша действительно солай. Бала 2 жасқа толды ма, бала уже барлығын түсінеді, и горшокқа да жеңіл отырады. Менің мамочка ретінде барлық арманым сол горшокқа отырса болды ғой, сол болған. Оказывается, бала горшокқа отырғаннан кейін еще андай, не проблема, андай задачалар пайда болады екен, баланы жаңағы шалбарын шешіп үйрету, трусы шешіп үйрету, одан түнде горшокқа отырғызу, то есть түнде семей полноценно ұйықтау, одан кейін далада жүру, памперсіз қонаққа бару, ойлайсың уже қалай қонаққа барамыз, далада қалай жүреміз, біз туалет іздеп жүрмейміз ғой. Оны еще туалетке үйрету керек, мысалы біз қорқады туалетке үйрету керек оны да ше. Так что алда әлі задачалар бар. Но слава богу, баланы түнде ұйықтауды біз үйреткен жоқпыз, с этим нам повезло. Потому что бала, өзі солай повезло, мен көп балалар естігем подушкаларына, что тұрғызып, жаңа горшокқа сегізіп, ұйықтатады екен 3-4 сағат сайын оянып. Маған не пришлось так делать, потому что бала действительно даже памперске де түні ой симейтін, тәртім тұрғасын ғана. И мен уже горшокқа үйренгеннен кейін, 1-2 күннен кейін уже памперсі жатқызып үйреттім. И действительно түні бойы бәрі сухо, бәрі нормально. Әлі күнге шейін сол міне горшокқа үйренгеніне 2 ай болды, бәрі жақсы. В общем, менің аналық өмірімде все настолько стало легко.